Кредиттер мен барлық қарыздарыңыздан құтылу үшін сүйген адамыңызды $1 миллион бір сатар ма едіңіз? Баршаңызға сәлем. Бүгін біз әдепсіз ұсыныс фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, міндетті түрде подписаться етуді ұмытпаңыз. Дэвид келіншегімен ажырасқанына сене алмай отыр. Ал Диана болса автобуста Дэвидке келе жатқан еді. Егер бір нәрсені қатты қаласаң жібер, егер саған бұйырған нәрсе болса, ол ешқайда қашпайды деген сөзді есіне алып, ойланып келе жатыр. Дэвид пен Диана оқушы кездерінен таныс. Дэвид мектепте оқитын, ал Диана бірінші курста еді. Жігіт оған дәл осы жерде үйленуге ұсыныс тастаған болатын. Екеуінің ата-анасы қарсы болғаны себепті екеуі қашып кетіп, құпия үйленеді. Сол кезден бастап арзан үйде тұратын. Дэвид архитектор мамандығы бойынша аспирантураны аяқтайды. Жұмыстан қолы бос уақытында өз жобасы арманындағы үйінің жоспарын құратын. Диана риэлтор болып жұмыс істейтін. Ақшалары көп болмаса да екеуі өте бақытты болатын. Мінсіз болмаса да бірге жау алмайтын жұп еді. Бос уақыттарында қала аралап құрылыс сәулеттерін тамашалайтын. Жастықпен болар екеуінің қолынан барлығы келетіндей көрінетін. Кез келген отбасыдағы секілді бұл отбасыға да үлкен күйзеліс келеді. Ақыр соңында екеуі барын сатып, Дэвидтің жобасына бар жиған тергендерін құяды. Диана Санта-Моника жағажайынан жақсы жер табады. Алайда жар жолда елге үлкен кризис келеді. Дэвидті жұмыстан шығарып жібереді. Диана да жұмысынан айырылып қалады. Жерді сақтап қалу үшін екеуіне $50 мың ақша керек еді. Екеуі барынша шешімін табуға тырысады. Дегенмен мүмкін болмайды. Дэвид әкесінен қарызға $5 мың алады. Бірақ та бұл жеткіліксіз еді. Бір күні Диана стресстен түні бойы сөйлеп шығады. Ал ұйықтай алмаған Дэвид неше түрлі идеяларды ойлап шығады. Таң атпай келіншегін оятып, екеуі Лас-Вегастан бірақ шығады. Олар казиноға келіп, бар ақшаларын тігіп, өздеріне қажет $50 мың шығарғысы келеді. Жастықтың буы болар. Екеуі ақшаны ұтатындарына қатты сеніп, таң атқанша ойнайды. Дэвид фаркл ойынына қызығады. Себебі екеуінің ең көп ақша ұтқан жері осы болатын. Солай Дэвид ақшаны 5 есе көбейтеді. Ал Диана болса сол жерде дүкен аралап жүреді. Келіншекті миллиардер Джон Гейдж байқайды. Қыздың сұлулығына ғашық болған еркек оның ізіне ереді. Көйлектерді көріп жатқан келіншектің артынан келіп, оған бір көйлек сатып алып бергісі келеді. Дегенмен ыңғайсызданған Диана керек емес деп шығып кетеді. Осы өмірде бәрін сатып алуға болады деп ойлаған миллиардерді келіншектің бұл қылығы тәнті етеді. Диана мен Дэвид көптеген ұтыс ұтып, бірінші түн ақшаға көміліп, жақсы уақыт өткізеді. Алайда екінші күні сәттілік теріс айналып, қолдарында келген кездегіден де аз ақша қалады. Екеуі тамақ ішуге тоқтап, қолдарында $4100 ақша қалғанын түсінеді. Екеуі тиын лақтыру арқылы ойынды жалғастыру немесе жалғастырмауды шешеді. Өздеріңіз түсінгендей, екеуінің де ойнағысы келген еді. Солай олар өздерінің құмарлықтарының кесірінен барынан айырылады. Екеуі дымсыз қалады. Казинодан кетіп бара жатқан екеуі шуды естіп сол жерге жақындайды. Үстел үстінде миллиардер Джон Гейдж ойын ойнап отырған болатын. Оның қолындағы фишкалары $10 000 алтын фишка еді. Осы уақытқа дейін ұтылып отырған Гейдж Диананы көргенде алғаш рет ұтысқа ие болады. Келіншектің сәттілік әкелетініне сенген миллиардер Дэвидтен уақытша келіншегін қасына жіберуін сұрайды. Ойында ештеңе жоқ, Дэвид келіседі. Ойын үстінде Гейдж Диананың қандай ойындарды жақсы көретінін сұрайды. Солай фаркл ойынын казинодан ұйымдастырып беруін сұрап, $1 миллион чек жазып береді. Ойынды ойнауға үстел үстіне келеді. Келіншек кубикті лақтырып 7 немесе 11 саны шығаруы керек болатын. Бүкіл казиноның бақылауында келіншек кубикті лақтырып 7 саны шығады. Қатты қуанған келіншек Дэвидті барып құшақтайды. Күнде бола бермейтін сәттілік еді. Күнделікті алтын фишкамен ойнау мүмкіншілігі де кез келген адамға бұйыра бермейтін. Ақша бақыт әкелмегенімен керемет сезімге бөлей алатын. Ұтысқа ие болған Гейдж жұпқа келіп ұтысты тойлау үшін кешкі асқа шақырады. Тіпті екеуінің қонақ үйін төлеп беруге келіседі. Екеуі ойланбастан келіседі. Қонақ үйдің өте қымбат нөміріне орналасады. Нөмірге Гейдждің жүргізушісі келіп,
келіншекке сыйлық әкеліп береді. Бұл Диананың кеше ғана көріп жүрген қара көйлегі еді. Құны $5000 тұратын. Кешірек екеуі Гейдждің кешіне келеді. Кеш бойы миллиардермен уақыт өткізеді. Кеште Гейдж ұялмастан Диана мен бір түн өткізуге $1 миллион ақша беремін деп ұсыныс тастайды. Екеуі ашуға басып, бұл ұсыныстан бас тартады. Гейдж екеуінің ойларынан айнуы мүмкін екенін біліп, екеуін жалғыз тастап жұмыстарымен кетіп қалады. Өте жиіркенішті ұсыныс болғанымен, екеуінің түсіне де кірмеген ақша еді. Барлық қарыздарын жауып, өмірлерін жаңадан бастауға мүмкіндік беретін. Диана мен Дэвид түнімен ұйықтай алмайды. Ұзақ тыныштықтан кейін бір-бірімен сөйлесіп, келісуге шешім қабылдайды. Диана әрқашан тек Дэвидтікі болатынын, және бұл тек қана оның денесі екенін, жүрегі тек Дэвидке тиесілі екенін айтады. Адамдар ешқашан ақшаға сатылмаймын деп айтқанымен, алдында $1 миллион мен барлық проблеманың шешімі жатқанда, кімнің қандай шешім қабылдайтыны әркімнің өзіне ғана белгілі. Таңертең Дэвид өзінің адвокат досы Джеремимен хабарласып, ұсынысты қабылдағандарын айтады. Джереми ең болмағанда $2 миллион сұрамадыңдар ма деп ашуланады. Солай Джереми келіссөзді қағаз жүзінде дайындап алып келіп, екі жақ қол қояды. Диана Гейджбен бір түнді өткізуі керек еді. Кетер алдында ол Дэвидпен қоштасады. Дэвид Джеремимен барға келеді. Осы жерде оны әртүрлі сезім билеп, өзінің үлкен қателік жасаған түсініп қонақ үйге Гейдждің нөміріне келеді. Өкінішке орай өте кеш еді. Олар тік ұшақпен ұшып кеткен болатын. Осы түн Дэвид үшін адам сенгісіз, бос әрі қиын болады. Осы уақытта Диана Гейдждің жеке яхтасына келеді. Өзінің осы жағдайға тап болғанына сене алмай, миллиардермен сөйлеседі. Екеуі тиынды лақтыру арқылы шешім қабылдағысы келеді. Егер бүк шықса бірге түн өткізіп, шік шықса келісімді бұзамыз деп келіседі. Солай бүк шығады. Миллиардер өмірде адамдарды манипуляция мен бағындыру арқылы дегеніне жететін. Диана басында жоқ дегенде кетіп қалудың орнына ол соңына дейін барды. Себебі ол махаббат ақшаға сатылатынын дәлелдегісі келген еді. Келіншекті иелене алмауы оның бойында онан сайын оны бағындыруға деген ынтасын арттырған болатын. Таңертең келіншек Дэвидке оралады. Ол өте дәрменсіз күйде еді. Екеуі бір-бірін құшақтап жақсы көретіндерін айтады. Солай екеуі $1 миллионмен өздерінің қалаларына оралады. Үйге оралған екеуі өздерінің армандаған жерінің сатылып кеткенін біледі. Кімнің сатып алғаны құпия болатын. Дэвид қатты ызаланады. Уақыт өте келе оны жаман ойлар мазалап, сол бір түнге қайта-қайта оралады. Диана жасырын Гейджбен кездесіп жүр деп күдіктенеді. Миллиардермен бір түн өткізуге өзінің келісімін бергені себепті Диананы кінәлай алмайтын. Расына келгенде $1 миллиардер екеуін пайдаланып кеткен еді. Ол үшін $1 миллион деген ақша емес еді. Бір күні Диана жағажайдағы жерді кімнің сатып алғанын білуге тырысады. Сол жерді қайта сатып алуға ниеттенген болатыны. Өзінің құрбысы арқылы жердің кімнің сатып алғанын біледі. Бұл Джон Гейдж еді. Ашуға басқан келіншек бірден Гейджге келеді. Ол серіктестермен түскі ас ішіп отырғанына қарамастан Диана үстелді бір төңкереді. Гейдж оны сыртқа шығарып алып кетеді. Диана оны барлығына кінәлайды. Алайда ол ештеңе білмейтін кейіп танытып, жақсы ұсыныс болғаннан кейін бас тарта алмағанын айтады. Ол келіншекке қайтадан жақындағысы келеді. Дегенмен Диана оны итеріп кетіп қалады. Үйге оралған Диана болған жағдаймен Дэвидпен бөліседі. Гейдждің атын естіген еркек бір бөтелке шарапты жарға лақтырып, ештеңе де естігісі келмейтінін айтып, қызғанышпен Дианаға сол түні ұнаған-ұнамағанын сұрайды. Диана жауап беруден бас тартады. Не керек, ұрыс соңында Дэвид үйден кетіп, досы Джеремиге келеді. Диана Дэвидті іздеп Джеремиге хабарласады. Джереми екеуінің бір-бірімен кездесіп сөйлесуі керек екенін, және әлі де бір-бірін жақсы көретіндерін айтады. Дэвид өзінің сөйлескісі келмейтінін айтады. Кеше ғана екеуінің махаббаттарын ештеңеде сындыра алмайтын секілді көрінген жоқ. Дәл қазір бір-бірімен тіпті сөйлескісі де келмейді. Не керек, екеуі екі бөлек кетеді. Дэвид бір сарайда тұрады. Солай уақыт өте береді. Бір күні Диананың бастығы кризистің біткенін хабарлап, кеңседе бай клиенттің күтіп отырғанын айтады. Бұл Гейдж болатын. Диана қанша ашуланғанымен клиентті қабылдауға міндетті, немесе жұмысынан айырылатын еді. Келіншек оған күні бойы үйлерді көрсетеді. Гейдж барынша оның көңілін аударғысы келеді.
Дегенмен Диана оған көңіл аудармайды. Ең соңында олар керемет хан сарайында үйге келеді. Бұл Гейджге тиесілі еді. Оның ақшасының көптігіне қарамасан, келіншектің берілетін ойы да жоқ еді. Бос уақыты табылған Диана қосымша мұғалімдікке көшеді. Ол азаматтық алғысы келіп жүрген адамдарды ағылшын тіліне үйретеді. Оған сабаққа Гейдж келіп әдемі сөздер айтады. Сабақтан кейін оны өзінің үйіне алып келеді. Гейдж Дианаға жас кезінде бір сұлу қызды кездестіріп, қасына баруға ұялып, өзінің мүмкіндігін жіберіп алғанын, ал дәл қазір сол қателікті қайталағысы келмейтінін айтады. Не керек, миллиардердің табандылығына қыз ақыр соңы сынады. Осы уақытта Дэвидті сағыныш бойлап, Диана екеуінің бақытты сәттерін еске алады. Солай ол Диананы қайтарғысы келіп, қонақ үйдің алдына келеді. Дианамен сөйлесуге тырысып, артынан ашуға басып, Гейджді ұрамын деп жерге құлайды. Гейдждің көмекшілері оны сарайына әкеліп тастайды. Осы уақыттан бастап Дэвид өз өмірін қайта қалауға тырысады. Ол сәулет мұғалімі болып жұмысқа орналасады. Оған мұғалімдік ұнап, студенттерге мотивация беріп отыратын. Сабақтан кейін Джереми келіп, Диананың ажырасқысы келетінін айтады. Гейдж бен Диана жануарлардың аукционына келеді. Бегемотқа сатылым ашылады. Барлығы Гейдж ұтады деп ойлайды. Кенеттен Дэвид келіп $1 миллион сол бегемотты сатып алады. Солай кезінде миллиардерден алған ақшадан құтылады. Осылай Дианасыз ақшаның маңызы жоқ екенін көрсетеді. Гейдж екеуін сөйлесуге қалдырып кетеді. Дэвид барлығы үшін кешірім сұрап, екі адамның бір-біріне кек сақтамағаны себебінен емес, бір-бірін кешіре алғаны себепті ара қатынасты сақтап қалатынын түсінгенін айтады. Гейдждің өзіне қарағанда күшті екенінен қорыққанын, бірақ оның тек қана ақшасы ғана бар екенін, ал ақшаның маңыздылығы жоқ екенін айтады. Солай ажырасу қағазына қол қойып кетіп қалады. Екеуінің әңгімесін сырттан бақылап тұрған Гейдж Диананың түрін көріп, өзінің миллиардтаған ақшасына қарамай ұтылғанын түсінеді. Ақшаға Дэвид екеуінің арасындағыдай махаббатты сатып ала алмайтынын ұғады. Кештен қайтып келе жатқанда Дианаға өзінің миллиондармен бағындырған келіншектерінің клубы бар екенін айтады. Тіпті жүргізушісі де осы сөздерін растайды. Диана оның алдап отырғанын және Диананың өз еркімен кеткенін қалайтынын түсініп, соңғы рет оны сүйеді. Гейдж оған кездескен күндегі тиымды сәттілікке деп береді. Диана көлікті тоқтатып, автобустың артынан жүгіріп кетеді. Жүргізуші Гейдждің не үшін бұлай жасағанын түсіне алмайды. Гейдж Диананың оған ешқашанда Дэвидке қарағандай қарамайтынын түсінгенін айтады. Автобус ішінде отырған келіншек тиынды қарап отырып, оның екі жағы да бірдей екенін байқайды. Гейдж басынан бастап келіншекті иеленгісі келген еді. Диана Дэвидті алғаш рет ұсыныс жасаған жерде кездестіреді. Екеуі бір-біріне сезімдерін білдіріп, барлығын басынан бастайтын болып келіседі. Осымен кино шолуымыз аяғына жетті. Лүпілдеріңізді аямаңыздар, міндетті түрде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз үшін сіздің пікіріңіз өте маңызды.